Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Дәмі өте ерекше, дәмді фрикаделки дайындайтын боламыз. Түскі асқа немесе кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Дәмі сондай керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес берем. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта түрлі тағамдардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдымен картофелімізді суға қайнатып пісіріп аламыз. Ыдысымызға ұсақ етіп туралған 40 қабатымызды, фаршымызды және үккіштен өткізілген пиязымызды, петрушкамызды, 2 тіс сарымсағымызды пресстен өткізіп аламыз. Тұзымызды саламыз, ұн саламыз, бұрыш саламыз және паприка саламыз. Сұйық май құйып, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Пешке салатын ыдысымызды жақсылап майлап алып, осылай видеода көрсетілген етіп үлкен кусоктардан алып, барлығын ыдысымызға салып шығамыз. Фрикаделкамыздың арасын осылай ашып аламыз. Қызып тұрған пеште 220 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пісіріп алған картофелімізді жақсылап езіп аламыз. Тұз саламыз, ірімшік саламыз, яғни сиыр саламыз, сүт құямыз, қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үлкен кусоктан алып, осылай форма жасап аламыз. Пештен шыққан тефтеліміздің үстіне дайын болған картоптарымызды осылай қойып шығамыз. Суға томатный пастамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Фрикаделкамыздың үстіне құйып шығамыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 220 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Фрикаделкамыз дайын болды. Дәмі сондай ерекше, дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес берем. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Салима.